Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен песочник тестадан дайындалған дәмі өте керемет самса дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Мен видеоның астына самсаның қажетті заттарын грамм-граммен жазып кетемін. Бізге самсаны дайындау үшін мына заттар қажет болады. 500 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған 250 грамм сары майымызды араластырып, крошки жасап аламыз. Сары май бөлме температурасында болса жақсы. Енді бұны бір шетке қоямыз. 2 жұмыртқамыздың үстіне 100 грамм қаймағымызды қосамыз. Және 1 шай қасық тұзды араластырып, екеуін жақсылап араластырып, жаңағы қамырымыздың үстіне қиып, қамыр илейтін боламыз. Енді бұған пакет кигізіп, морозилькаға салып қоямыз. 1-2 сағатқа. 1-2 сағаттан кейін қамырымызды аламыз, 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан арасына жаққан кезде көп жақпаймыз. Жұқалап сары майымызды ерітіп жағып шығамыз. Қамырымызды осылай нығыздап орап шығамыз. Енді осы май жағылған қамырымызды орап, пакет кигізіп, морозилькаға 1 түнге немесе 1-2 сағатқа қалдырып, содан кейін самсамызды істесек болады. Енді арасына салмасын дайындаймыз. Оған асқабақ, пияз, тұз, бұрыш, паприка, зира саламыз. Асқабақтың орнына ет қосып жасасаңыздар да болады. Қамырымызды бөліктерге бөліп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Енді самсамызды өріп шығамыз, түйіп. Енді бетіне жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүтімізді қосып, самсаның бетіне жағып шығамыз. 220 градуста жарты сағат пісіп шығады.
самсаларымыз осындай болып шығады.